Сәлематсыздар ма балалар? Математика сабағы. Бүгінгі сабағымыз сіздердің білімдеріңізді тексеруге арналады. Сабағымыз бүгін өзіңді тексер. Өткен сабақтарда сен бұрыш түрлерін ажыратуды және атауды, тік төртбұрыш, шаршы, тік бұрышты, үшбұрыштың белгілерін атауды, кесінділер және түзулер сызуды, тік бұрыш, тік төртбұрыш, шаршы салуды, фигуралар, сандар, заттар тізбегін құрастыруды үйрендің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Бұрыш түрлерін ата. Біз білеміз сіздермен бұрыштың үш түрі бар. Сүйір бұрыш, тік бұрыш және доғал бұрыш. Енді сіздер суреттен тік бұрыштарды тауып алыңдар кәнеке. Қандай бұрыштар олар? BAC және EDF бұрыштары тік екен. Келесі сүйір бұрыштар. POR және DAC. Және соңғы ол доғал бұрыштар KLM, MCN. Тексердік па? Жақсы. Келесі тапсырма сөйлемдерді аяқта. Тік төртбұрыштың барлық бұрыштары тік. Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең. Шаршының барлық қабырғалары тең. Жақсы. Келесі тапсырма тік бұрышсыз. Өздеріңіз дәптерлеріңізге тік бұрыш сызыңыздар. Жақсы. Келесі тапсырма фигуралардың белгілерінің бірі бойынша топтастыр. Қалай топтастыруға болады? Яғни көк фигуралар және қызыл фигуралар. Немесе тағы да қандай белгілер бойынша топтастыруға болады? Үш бұрыштар және төрт бұрыштар. Жақсы балалар. Келесі тапсырма орналасу ретін анықта. Яғни бірінші бізде көк, қызыл екеу, көк, екі қызғылт сары. Одан кейін қандай? Көк және екі қызыл. Келесі тапсырма дұрыс орындалған ба тексер. Төмендегі тапсырманы қараңыздар. Бірінші тапсырма дұрыс орындалған ба, балалар? Бірінші суретте не берілген? Шаршы, иә? Ал шаршының бізде барлық қабырғалары тең. Сонда қараңыздар, ал бұл жерде бізде бір қабырғасы 2 см, екінші қабырғасы 3 см. Дұрыс па? Жоқ, әрине. Яғни оның барлық қабырғалары да бірдей болуға тиіс еді. Екінші, ол бізде тік төртбұрыш. Қараңыздар, біз тік төртбұрышқа байланысты қандай ереже білеміз? Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең. Енді тексерейік. 2 см қарама-қарсы қабырғасы 2 см. 5 см қарама-қарсы қабырғасы 6 см болып кеткен. Дұрыс па? Жоқ, әрине балалар. Бұл жерде де дұрыс емес. Жақсы балалар. Сіздер сабақты жақсы түсінді деп ойлаймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.